Бәріне сәлем сендер, мен Жақсылық Бақытжан. Бүгін біз осы замокта қонамыз. Ал міне достар, біз замоктамыз уже. Че, как вам замок? Андай кәдімгі бір ескі ғонау, кәдімгі ескі замоктың бәрі кәдімгі бытш болып отыр, қараңдаршы. Атмосферасы жақсы екен негізі. Атмосферасы сразу бұрынғы заманға кететін сияқтысың. Крепость қой кәдімгі, қамал. Мен даже білген жоқпын, мынандай вообще таулы өңірде мынандай біреу істеген вообще. Бірінші рет көріп тұрмын. Қалай істеген айтшы. Біз түсу үшін заман қиналып кеттік қой. 37 жыл бір ата салған осы замок. Жалғыз өзі. Вообще. Просто мынаны қарасаңдаршы, қандай аккуратный қылып салған. Виттары. Еще идеальный жер таңдатты. Су бар, мына жерде. Барлығы идеальный. Базар жоқ. Кішкене самал салқындау екен аның іші. Кәдімгідей дала. Біз өз киініп алдық, көріп тұрғандарыңыздай. Жылы киімдерімізді киіп алдық. Қазір осында қонатын боламыз. Ана жаққа барамыз ба, істейсіз? Неге отопление жоқ? Акимат қайда? Қайда қарап жатсың? Кеттік енді қазір жеге. Кеттік енді қазір біз бір комнатаны обустраивать ететін боламыз, е? Давай. Ұйықтайтын бөлмені осы қазір дайындап қойып, күні бойы қай жерде боламыз, соны дайындап қойып. Қазір қонамыз, осының ішінде қазір қонамыз. Өмірімде бірінші рет қамалда қонамыз ба? Сені қиын шын айтсың. Жеге енді кімнің каналы, кімнің видеосы арқылы енді осындай керемет Қазақстандағы керемет жерлерді көріп жатырмыз енді шөмізде. Ол міне көрермендер сіздер үшін, барлығы сіздердің арқаларыңызда. Таң қалмаймын, Бақытжан бұдан да бірдеңке тауып алады, бір шұқылап бірдеңке тауып алады. Бақытжан мен жүрсін әйтеуір бір жаңа жерге бара бересің. Анда барасың, мында барасың. Ұнай ма өздеріне? Қызық. Экспириенс. Маған өте қатты ұнап тұр, особенно архитектурасы ебейші ғой. Новый экспириенс қана. Осылай енді обустраивать етіп алдық, наяқты өзімізге ыңғайлы, комфортно қылып жасап алдық. Қараңдар. Свечкалар, әділ, нұрлан, Печка. Осыны қосатын боламыз, жылтат айтып берсек, түнде салқын болады, көрде тұрыңдар. Мен жайлап қатып отырмын кішкене. Ағаш қайдамыз? Ағаш ағаш. Ағаштар көп. Мынау печка, мынау свечка. Мынау мындай, короче, жер. Шынке айтыңдаршы, ағы көрсетші. Вот. Еще мына төсегіміз. Что там? Сегодня мацить ету бір ұрын ұстау деген кер жоқ. Ойлап қалмады, мен шашым боятты енді. ЛГБТ деп ойлап қалмандыр. Короче, бүгін достар, мынандай тема. Мынандай тема. Кім бірінші ұйықтайды, сол кететін болып тұр ғой бүгін. Ё-моё, Адель! Опасный чувак. Опасен. Күштікен. Опа. Жоқ, Свидание бізде. если без приколов, достар, мына жердің атмосферасы вообще кайфовый. Күшті, мына жерде отырсың, прям уединение, оно до такой степени уединение емес енді. Ну, прям базар жоқ еб. Есікті қаран ашшы, есікті ашшы. Беттесінде. Көрмеппін мен жаққа. Қара белдікпен. Здесь Были Олжас. Y. Дейді еще Олжас, Рина, Фара и я, Атабек. 03-03-07. Ема, тұрш. Қарандар. Блядь, фокус. 03-07. Ой, 07. 2007 жылы ма? 2007 жылына паспортқа етіп болмаған. Жақсы сақталып тұр негізі. Менде идея бар, бізді бірдеңке естелік ретінде қалдырып кетейік. Мына жерге жазып. Здесь был Бақытжан, Нұрлан и Әділ деп. Давай. Прикольно получилось. Давай. Достар,
лайктарыңды басыңдар, каналға тіркеліңдер. Осы каналда 1 миллион подписчик жиналған соң, осы 3 состав боп біз, блин, бұдан да жесткий бір жерге барамыз. Шетел жақтарға. Шетелде табамыз. Шетел жақтарға баратын боламыз. Так что каналға тіркелмеген болсаң, лайкыңды бас, Әділдің каналына тіркел, Нұрлан каналына тіркел. Сөйтіп видеоны көре бер. Достар, біз өз убежищемізден шықтық. Убежище ана. Енді, короче, замокты осматривать етеміз. Кетіп па, Джиги? Кет. Ей, жарғанаттар жүр. Қайсы? Ар жақта жарғанаттар жүр. Жарғанат. Коронавирус тоқталмай ма? Кетіп па? Ема, жарғанаттар не бар, мәкті? Аяққа мына қарап жүрші. Кет, бірге. Тур осылаймын. Мать, аңғыра. Покурсу. Какого, да, здесь? Ой, аңғыра. Ой, гнида. Гнида, ана өн. Көріп тұр ма? Сулейфаком полный стой. Давай, кез Сулейфа конкретно. Ай, Кез Сулейфа конкретно. жігітше. Давай. Сулейфа. Давай, братанчик. Делай. Цыр. Вставай. Лақтырма. Лақтырма. Қайтан қоя сал сөз. Өлтірме. Өлтірме. Жоқ, ар жаққа қойшы, ана жаққа қойшы. А, блядь! Ана көрінді ма? Оны көрдім. А? Көрдім. Бақ, аңғырсың? Мына жаққа беріңдер, жігіт. Бля, біз осылай келдік осы жақта. Капец, мынау хоррордағы сияқты ғой мынау. Аутласт. Айтшы, уақыт өзгерген сайын, уақыт өткен сайын вот несі атмосферасы тоже өзгеріп жатыр, иә? Таңертең прикольно болды да, қазір уже басқаша. Бля, қорқынышты ол. Блядь! Кетіп па? Все, погнали. Продолжаем. Летучий мышьтар, блядь. Кім барады бірінші барынды? Жарғанат телефонға тағы. Мына паук тұр ана бір. Қайсы? Мына паук. Қайсы? Паук тұр. Тебе. Паук тұр, паук. Паук, Наебал. Я заскамил, я сразу... Ладно. Қазір жарғанат. Ұш кеп, шашымызға жабысып ап. Ана күтті жарғанат. Анамызды ішіп қояды. Ебаный, выход куда деп ойлайсың, может, тағы бөлме бар екен ғой? А, жоқ. Кетік астына. Астында болдық па? Бағана күндіз өткенбіз, бірақ ана комнаталарды көрген жоқпыз. Кеттік астына. Жүр, астына барып кеттік. Астына барғым кетті таған жоқ шыны керек. Астына барғым кетті таған жоқ. Бағана біз, короче, өткенбіз ана проходынан далаға. Но ана шет жақтағы кішкентай комнатаға кіруге духымыз шыдаған жоқ. Кәділ бірінші кірем дейді. Үлкендердің жолы ғой. Әне, өз айтты. Давай, братан. Свет, жігіттер, свет. Жақып тұрым, қорқпа. Давай, братан. Мына жерде опасно. Қуақ кетуі мүмкінсің мына жерде. Саққан. Қарашы ема. Бәлі. Че там? Ебать, ана жер страшный қазір көресіңдер. Мына жерге бұрылған кезде. Капец. Ой, байқа. Оператор бессмертный не волнуется. Епа! Бәлі, қорқынышты мына, жестко қорқынышты. Байқа. Жестко қорқынышты аңыра түсір. Нәрсек? Жесть, ба, бе? Ана жерде клаустрофобиямен ауыратындар қиын ба ана жерде. Аш, Қуыста нелері. Әділ, делай! Все, кеттік. Ал, бисмилля. Сука! Ой, Ой, бля! Түсті ба камера? Түсті ба? Бля. Кеттік ал. Өте берейін ба? Я? Да, оператор, бар. О, блядь!
Ебать, сука! Ебать! Ау. Блять! но ядовитый. Я вам реально скажу, ядовитый нам. Блять! Блять! Ey dostlar! Менде фобия пауктан, жаман фобия менде. Фобия реально, қорықпаймын мен. Менде фобия. Блять, аңғара нахуй. Аңғара. Қорықпайды ана. Көрмек қорықпайды да. Пиздец, мынандай дофига ғой. Бля, мына да дофига аңғара. Үйін тауып алдым да. Ёпты вашу мать. Ладно, кіре беріңдер сендер, мен кірмеймін. Капец, достар, қараңыздар. Реально клаустрофобтарға кіруге болмайтын да. Қараңдаршы. Мына жер чересчур уединенный комната. Ұйықтайтын бөлмеге ұқсайды, реально, достар. Мына жерде терезесі бар, ұйықтайтын матрастары бар. Капец, түнде қорқынышты мына жер. Өте қорқынышты, достар. Кеп ұйықтайсың ба осыға? Не знаю что. Мына жер, просто посмотрите мына жер, үстін астын. До такой степени маленький бөлме. Прям кәдімгі хоррорлардағы сияқты. Еще түрлі. Сака! Блядь! Келмеймін нахуй саған. Бля, кешірші, брат. Сорян, брат. Мен күтпедім, достар. Шын айтайын, күтпедім. Не бар ана ішінде? Бір бөлме бар, уединенный, спальный сияқты кішкентай тек қана. Ұйықтайтын ба, сондай бір бөлме. Саған, бүгін әлі бар уақыт бізде. Ей, жоқ, брат. Көрсетеміз саған. Братан, кешірші. Міне халықтың алдында сенен кешірім сұрайын. Болды, кешірім. Сейчас қараш, айтам да. Анау яқтан қазір. Көрініп тұр ма? Ja. Ешкі шықса, не істейсің, әді? Сүре оқып, тығылам ғой. Жоқ, не істейміз қой? Сойып, етін жеп аламыз да, пісіріп. Сен білесің ба өзің, ешкі не екенін білесің ба? Я түсініп жатырмын, я андай, типа, сайтан несі ма? Қалай андай? Короче, білмеймін. Иллюминати. Сол ғой, брат, сол, понимаешь? Ана Әзірше бәрі нормально, да? Андай, Әзірше. особо ешқандай қорқынышты ештеңе көрмедім. Сәл қорқынышты, жүргеннің өзі қорқынышты жалпы. Сендерге білмеймін қаншалықты қорқынышты. Мен жаңағыден реально бұтыма түшіп қоя жаздадым Бірақ ойламадым қазір алдынан именно солай шығады деп. жүр бар көрейікші ана оператор. Көрініп тұр ма аяқтар? Короче, жесть. Бак, оператор, жүрші. Түсірші замытты. Пипец ба? Өзеннің жанында ана. Ана не? Крик! Давай, крик! Все, көмектес. Кет камераларды қойық жеке. Қазір біз камераларды қойатын боламыз. Бізде қазір идея қорқынышты страшилкаларды айтып, анақта отыру деген. Көреміз не болатыны. Бір камераны осылай, светті осылай қойып, осы жаққа қою керек бір камераны ше. Қазір істейтін боламыз. О! Тема. Камера осында тұрады. Снимает? Да. Так, екінші камера мында. Ана түсіп тұрады.
мына замокты 37 жыл бір ата өз жалғыз салған болатын. И қазір ол ата тірі ма, қайда, неизвестно, оны сұрадық көп адамнан. Кейбіреуі қайтыс болып кетті дейді, кейбіреуі жүр дейді. Енді білмейміз оны. Но егер ол ата қайтыс болып кетсе, получается оның жаны осы замокта ғой. Өйткені ол өзінің бүкіл жанын, бүкіл өмірін осы замокқа берді. Қорқынышты историялар айтатын уақыт келді. Менде өте көп болды ондай, реально. Ең запоминающий нәрсе, ол вот когда біз проклятый домға бардық, 6 бала болып, и анақта бізге бір странный нәрселер көзімізге көріне бастады да. Реально ол. Странный нәрселер. Маған какой-то бір ұзын коридор болды. Ұзын коридор, заброшенный проклятый дом. Талдықта бәрі шулап жатыр. И коридордың ар жағынан бір карлик қарап тұрды. Стенадан бүйтіп қарап тұрды. Менде телефонның фонаригі. Артындағы бір балада ұзын фонарик болған. Үлкен. И, короче, анаған светить етіп тұрым, қарап тұрым. Көрінбейді да, силуэт көрініп тұр. Чё это, не могу понять такой. Фонарик берші деп артқа қараймын да фонарикпен жақ қасам, жоқ уже орында. И алып тастаймын да телефонмен жақсам, жоқ орында. Там силуэт был. И сосын тура сол үйде подвалға жалғыз өзім кеттім, камерам бәрін ұстап жалғыз өзім. Үстіден бәрі мен артында болды. Жоқ, стоп. Ол уже екінші рет. Мен ояққа 3 рет бардым. Я путаюсь. Өйткені 5 жыл бұрын болды. 5 жыл бұрын. Жалғыз өзім кірдім. Подвалда жүрдім. Үстіңгі этаждан екі қыздың күліп ойнап жүрген есі. Алла куә. Реально, Алла куә. Мен бетіп қат қалдым, бетіп ұстап тұрмын, абырой дедім. Қат қалдым. Суық тер ағып жатыр бетіп. Аяқтан шашқа дейін мурашки бетіп. Где-то қат қалдым бір минутқа ше, қозғалмай. Естіп тұрдым. Ойнап секіріп жүрді. Ба, түнде ғой. Бәлә, есім жия қап, сразу тайдым анаяқтан. Видеолар бар ғой, бірдеңке ақ жүгіріп өтеді, бірдеңке ақ силуэттер жүгіріп өтеді, сондайлар. Мен реально өзім білет, бір сондайды батям поездді түсіріп қалған. Просто жолды түсіреді, и жолдан ақ бірдеңке жүгіріп өтті ғой. Бірдеңке непонятный. Цвет как сперма десене. Жоқ, сероватый, белый такой цветпен бір силуэт жүгіріп өтті. Непонятно. Сондайлар болады, Жоқ, реально сондай. Сенде сондай болды ма? Болды, көп болды менде. Белый силуэттар мен дофига. Силуэт сондай болды ма? Ол силуэт кәдімгідей бүйтіп жүгірді, бро. Қолдары былай, аяғы денесі бар, басы жоқ. Нұрлан ғой шешін алып жүгірген ойындағандар. Нұрлан жады. Бір история түсіп кетті маған есіме. Мен Өскеменде, балалық шағымда маған примерно 6 жасы болды, примерно 6 жасы болды. Сол кезде енді съемный квартираларда тұрдық қой. Сол кезде бір орыс адамдардың квартирасында тұрдық, и там плакаттар всякие святой адамдардың, и ортасында ең үлкен Иса пайғамбардың несі тұрған вывескасы. Плакат деп айта алмай, үлкен вывеска сияқты болды. И олар неде такой клеймен емес, зубная пастамен жабылған болды да, жабыстырылып стенге. И мен қарадым, что за клей деп, бала кезде любой жерде шұқып жүресің ғой. И соны ашып тұрып, қарап, понюхал там, капец, мына зубной пастамен жабыстырды ма деп, прикол ұстап жатырмыз, ойнап жатырмыз. И раз поворачивайся, Алиге соны айтайын деп, и реально черный силуэт көрдім қасында сол кезде. Иса пайғамбардың несі тұр, и вот здесь черный силуэт пробегает. Мен әлі күнге дейін білмеймін. Бұл балалық не емес, типа балалар қосып бірдеңке айтып жүреді ғой. Онда емес, мен ол силуэтті сол үйде 2 рет көргем. Оны именно Алмаз подтвердить салады, өйткені Алмаз екеуміз көрдік соны. Қорқынышты история есіме түсті. Ол кезде мен 18-демін, короче. И мен Атырауға барам. Атыраудамын ол кезде, Индердемін, ауылдамын. Короче, досымыз екеуміз тойдан шығамыз. И, короче, үйге қарай жаяу барайын деп шештік. Үйге бару кәдімгі алыс та, кәдімгі. Бір шамап жүресің, короче. Яғында светтер жоқ, дым жоқ.
кетіп батырық, короче, досым істеп екеуміз. Кетіп батырық, свет жоқ, дым жоқ, қап-қараңғы. Екеуміз кетіп батырық, мына жақтан бір адам келатыр. Хотя көше тып-тыныш там, 4-пе, неше таңғы 5 па, дала қап-қараңғы. Бір адам естіп келатыр. Мұнда келіңдер дейді. Біздер бармаймыз. Бат, реально шошып кеттік кәдімгідей. Ол бойы да ұзын, почти 2 метр шығар бойы. Біз кетіп батыр. Мұнда келіңдер дейме дейді. Бат, біз не істерін білмей жатық, бұрын тұрып қалдық. Бізге қарай келатыр. Бізде тұр, біз қасын қашып бастадық. Қашып бастық. Артымыздан қуып бастайды ғой. Артымыздан қуып бастайды ғой. Сосын бір уақытта енді біз тоже тоқтап қалдық. Әке көтін чеш. Сосын бір уақытта біз тоқтап қалдық, бізге келді. Бұл военкоматтан. Ойласам қазір, сорлайды, анау-мынау. Менде бір страшный Айтам, болды сондай история, бірақ не істемедік, военкомат. Военкомат, если что, Нұрлан қалам слушать еткен жоқ. Жоқ. Если что, Нұрлан қалам 25 еще. Менде осы 25, осы, короче, жақында болды, осы страшный сыр. Вот студияда болды, мен альбом заттарын дописываланымны и бір-екі заказдар өзім істеп атқам ғой. И түнгі 2:30 ба, сондай өзімде андай уже такси шақырып үйге айтып баратқам ғой. И все, компьютердің бәрін өшірейін деп атам, оборудование бәрін өшіріп. И бір уақытта тез тоқылда 3 рет резко. Прям андай адам олай сем айтсақ, как будто резко өткен андай. И одан... Олай емес, даже быстрее. Адам, я не понимаю, как он мог так быстрее сделать. Типа, 3 рет тоқылдадады, шошып кетем. Потому что қараңғы, подсветканы бәрі өшіріп тастадым, мен жерге таксиді тосып отырмын да. Потом есікті ашам, барқырым, ешкім жоқ. А бізде не ғой, подъездардың өзінде светтер қосылып тұрады. Обычный светтер қосылып, өшіп тұр, один моргает. А это For You деген ЖК, кәдімгі андай не ғой, элитный. И там невозможно ондай болу үшін, өйткені свет өшіп тұр, один моргает, ол қалай сондай. И потом, обычно охранник болатын, охранник та жоқ ояқта. И анаяқта лицоны оскорбить ететін затпен кіресің, вообще никак кіре алмайсың ояққа. Еще свет моргать деді. Естіңдер ма? Алваш в натуре. Тас қылады ма? Фиги узнай там. Дум! Металлы, блин. Чынау, ұстап тұрайықшы бір нәрсе. Мен, Түсір. камераны алшы. Тағда бірінге тарс етті ма? Ар жақта болып жаңа реально дуг өткен естің Ана ма? коптада ол. Мына тастар құлап отыр ғой. Содан бар, может. В смысле тастар құлап отыр ғой? Көптісі ғой бәрі құлап отыр. Бәрі басымызға оламасын мына тас. Чик-чик. Давай. Лучше барып керек емес сияқты. Бараш. Все, ана. Просто тас құлаған сияқты, просто. Менің ойымша. В смысле тура на коптадан ебать? Жел жел отыр ғой. Тура на аяқтан қонақу. Ну его нафиг сразу шығайықшы, адам Қашан көріп, Давай. Жануар кіріп кеткен жоқ қойшы. Мына замокты 37 жыл бір ата өз жалғыз салған болады. И қазір ол ата тірі ма, қайда неизвестно. Сұрадық көп адамнан. Кейбіреуі қайтыс болып кетті дейді, кейбіреуі жүр дейді. Енді білмейміз оны. Но егер ол ата қайтыс болып кетсе, получается оның жаны осы замокта ғой. Өйткені ол өзінің бүкіл жанын, бүкіл өмірін осы замокқа берді. Тұрсын, по приколу. Көрінуі ма бұл? Және елін дауысты естіңдер ма? Естідім, бірақ. Әлі естідім, бірақ. Естің. Бір компашканың дауысы болды,
Күлген, иә? Күлген естідім мен. Иә. Бір қыздың күлгенін естідім. мен де естідім ана жоғарғы жақта. Я, еще гүрілдегендер бар. Мына жақта қайдағы компашка, бля? мен естімедім. естідіңдер ма? Біз бер жақта тұрдық қой. Үстіңгі жақта ана жүретін жақта бір Бля, стоп. Бля, бро. Бля, бро. Бля, тоқта. Қазір көрім. Бақа жауа сал. Блядь, бірдеңке көрдім мен. Бақа реально бізді біреу заметит. Жауып тастау лучше. Сергей, ей, бро. реально лучше Ром. бізде хотя бы бір темір бар, тыныш отырайық. Жой! Анықта бағана тестке жақып тұрдым ғой. Қара. Нұр шын айтам, алла тұр. Бляха, шын айтам. Жақып қалдым ғой. Жақып қалдым ғой. Әппақ бірдеңке ит сияқты дәу жүгіріп өтті. Тазы. Бля, шоқ атырым қозғалмашы, бля. Бля, жеге менде шоқ жігітші айтам. Әділ, не, в натуре айтам, брат. Бля, сенесіздер ма, сенбейсіздер ма? Жоқ. Ей, бро. Мәселе сенесіз, сенбейсіз. Туда, видеоға емес. Я вам реально. Мен де реально айттым. Реально вам. Жоқ, міне. Алла тұр. Алла куә. Бро. Алла куә. Ей, қара. Пофиг, қара. Алла куә деп тұрым. Мен жақтым ғой анайыққа. Тазы былай. Көт жағы көтерілкі, короче, бүйтіп өт кетті. Былай қаратай. Понял? Сен бүйтіп жатсыңдар, бля. Прикол сталсың, реально. Бро, алла куә деймін мен саған. Посмотришь, блядь, жапшы. Блядь, анаяқтан көрдім мен, бро. Жігітше айтамыз. Бақа сен. Пранковать. Мен алла куә деп өтір айтпам мен. Анаяқтан бірдеңке өтті ғой, бля. Бля, бірдеңке өтті ғой, жігітше. На, вот, давай. Сделаем так, да? Все, тема. Чупака рөлдесің бе? Білген ғой. И так қазір обстановкада. Бізге де максимально андай нагонять етіп керек емес, лучше сабырлық сақтаған дұрыс та. Иә. Нагонять етіп отқан жоқпын, бізде просто біліндеш. Просто білсін деп жатырмын. Шын айтам, просто білсін деп жатырмын. Мен көрдім, реально. Көрдім. Таз бүйтіп. Апарық келген былай. Найыр апарық, короче. Көтеріңкі бүйтіп өтіп кетті анаяқтан. Қараймыз сіздің видеоны. Көреміз. Бірақ реально мелкім бүйтіп. Фух деп. Мен фонарикті бүйтіп жақ қалдым ғой. Ол өт кетті. Я, мен бүйтіп тексеріп көрдім, анау тен емес. Менде қазір мынандай вариант болып тұр. Біреу может мына жерде итпен жүр. Потому что дауыстар 100% естідің дауыстар керемет. Жоғарыда. Қыздың дауысы болды. Иттен қорқам мен. Дауыс шаш. Машина ма? Не дауыс сайбалды, машина ма, самолет па? Самолет емес? Жоқ. Бір темппен тұр ғой. Жаршы кел, дауысын жақында чакен. Жазды деп ойлайым. Шерик қалай? Тата. Сағат 12 болды. 12 oldu ма? 10 minut. Бля, 10 minut қалды ойлайым. Итпен біреу жүрсе. Ит емес, брат. Қасқыр дейін десем, ол да емес, брат. Біздің фонариктарды көріп қазір.
бізді по-любому біліп тұр ғой. сол айтты ғой жаңа Нұрлан саған сыртта. Бізді шумен просто қатты шуметеді керек емес. Дұрыс отыру керек бізге. Естіш. Тағы да компашкан дауыс. Естілді. Может, біз сияқты адамдар емес пе? Жігіте. Блять! Вот твою мать! Естімедің ба? Естідім. Реально қараңдар, достар, мурашки. Вот қазір естілді бана. Бана білмеймін бар. Реально. Светтер Светтер дөршек, реально светтер дөршек. Блять, ол біледі ғой біз лайықты екенбіз, сука. Сен, бля, бақ гүрілдейсің ғой. Ты понимаешь, твой голос Қызды сен дауысқа. ана жаққа естіліп Өшір. Камера түсті, осылай нормально. Көріп тұрмыз ба? Осылай, нормально шығар. Просто дофига нам еще сидеть. Қайту не вариант, қасы аналарға. Слышишь? Қашықтар шанықтың. Слушай, что за фигня? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Что, блядь, бро? Нормально все? А? Нормально все? Нормально. Реально съемканы тоқтатайық қазір, и тыныш отырайық. Блядь, брат. Гүрілдемеш, баха, гүрілдемеш. Сука. Гүрілдемесің. Блядь, пролежи нахуй. Түсініп тұрмын, Потом гүрілдемесің. дауыстар емес, заебал. Чей там нахуй. Я понял, баха, гүрілдемесің. Ай, сука, блядь, айтып отқан естіп ма нахуй. Блядь, айтып отыр нахуй. Соны алаш. Тихо. Без паники. Реально паника. Что-то же. Тарсылдап жатыр, естіп жатсың. Өлең айтып отыр, сука. Өлең айтып отыр. Тихо. Видео держишь? Пока қайта алмаймыз. Өлең. Шешіңіз. Өлең. Слушай, а что за фигня? Почему ты не айтып отыр, он нигде? Блядь, нахта ешкім тұрмайды, заебал. Жоқ ешкім нахта, понимаешь? Жоқ. Шакалдар сияқты. Қолдарды біле ондай. Реально, старший сын. Давай, тихо. Слышь, давайте мы здесь ұстап тұрайық, қолдарына бірдеңе алып алайық, тыныш тұрайық мына жерде. Анақта пиздец нәрсе болып отыр, бля, брат. Бля, еще 12 таяқ қалғанда осындай нәрсе болып отыр, брат. Тоқташы. Өшіш кәдімгі. Жи. Ойнатып жатсыңдар ма? Слышь, Айтсың? жоқ, алдында мен реально естіп. Жоқ, аяқтағы өлең айтып жатқанда естіп жатсың. Похож бел. Бірдеңке болды. Жақсы, өзің шын естіп жатсың ғой, иә? Сен де дәл естіп жатсың ғой, мен ничего танып жатқан жоқ қой. Здесь просто, баха, понимаешь, ойнату, не ойнату, здесь реально что-то адамдар бірдеңке жүр, потому что әндетіп жүр ма, так далее, я вообще не в курсе, что за фигня. Өлең айтып жүр ғой, тақпастыр. Бля, бахай. Қайтайық. Аналар, блядь, шыңғырып жатыр. Естіші бар, нахуй. Бар, күл сөйлейді, бар. Естіп зайбал, естіп жатыр да. Камерада түсіш.
сылтырмақ кино түсіріп жатыр ғой алмай ақ қойшы бля жай алма сука Хорошо, берешь камеру. Ще, блядь. Телефон, блядь. Бас, бля. Да, вот так с прикол ставишь в газетку. Ой, заебал, Сейчас, блядь. Я баха біреуді шақырттым ғой не істеді? Аяғыма нахуй сетстам. Қараңыздар. Блядь, сендер ойламаңдар нахуй мен бірдеңке пранк ұстап жатырмын деп. Даже телефон отырып қалған ғой, бля. Ал, бля, погырбанып барам. Аш бір жанбайды даже. Міне 12:02. 12:02. Жеке, ойламаңдар. Мен мынандатысын айтамын, Алла тағала көріпті. Пранк істеп жатқан жоқпын мен сендерге, ешкім мен сөйлескен жоқ. Шын айтамын, пранк істеп жатқан жоқ. Мына барлығы болып жатқан нәрсе шын. Мен вообще ойламаңдар. Мен виноват емеспін, если бірдеңке оқыса, реально. Ана жақта, блядь, это шайтандар ғой, блядь. Адамдар емес қой, заебал. Есікті ұстап тұру болады. Тұрамыз ғой. Біреуін тұрмыз. Баха, кетеміз қой да? Ау? Кетеміз қой. Жоқ, кетек дегенде онда не үшін? Қайда дауыстар шығып жатыр, заебал. Жоқ, мен түсініп тұрмын да, просто именно сол дауыстарға прям барайын деп жатсың да. Просто түсінбей тұрмын, онда Жоқ, типа қазір камераларға алып келдік, дофига қазір оның барлығын қазір алып кетсе. қара брат, түсінбейсің. Қазір 12-де осындай дауыстар болып жатыр. 2-3-те қазір ритуал жасау мүмкін олар. Масон, ой, сатанисттер ғой олар, походу. Толпа өйткені. Бізде түк жоқ, пышақта жоқ. Аяғыма жоқ. Вот именно сол алдарына шығайын деп тұрсың ғой, біз значит тыныш. Сен жаңағы сияқты айғалап бүйтіп жүрсең, олай істемейді, тыныш отырсақ болады да. Ладно, онда. Дұрыс айтады. По идее ше. Жоқ, давай тогда просто кәдімгідей голосовать ете салайық. Я просто за, чтобы остаться. Зачем қазір бәрі камераны... Сен жоқ, неғып сен қалғың келіп отырсың, түсінбей Бәрі қалғым келіп тұрған жоқ, мен олардың алдына шыққым келіп тұрған жоқ, понимаешь? Жоқ қазір в натуре кетіп қалсақ, егер шығатын болсақ, кім біледі оны алуаны шығатжамыз мүмкін. Мен ойымша наоборот қазір кетіп қалған дұрыс сияқты, өйткені қазір таңға дейін отыра беретін болсақ, қайдамыз мына жаққа кететін бар да. Қазір. Мен де содан қорқып отырмын, қазір ойлашы. Иә, олар ар Мы жақта. можем сейчас обход жасап, короче, былай шығып, төмен жақтан былай речкамен кетіп қалып болады да. Естілі қалды? Сен ба енді? Если қалдайсың. Бірақ қалам деп тұрсаңдар, қалай десеңдер, қалай қыласыз. Мейлі ма? Пофиг, давай на. Похуй. Конкретно, давай сен. Сенбейсің ғой сен. Сен де сенбейсің ғой ондай заттарға. Қазір болса көресіңдер. Yana колбасаны қалай кесеміз? Колбасаны ма? Сол тамаша болу керек та бізге. Тістеп. Бір-бірден тістеп отырайық. Короче, Істеп ба? нам надо продержаться 2 сағаттан кейін кішкене жарықтап бастайды. Сол уақытта кетеміз. Әзірше пока тамашалай деп шешті. Ну, чисто армейский темамен кетті ғой. Печенье мен майонез. Печенье майонез жеп жатсың ба? Мазохист. Тема. Пряник. Достар, армиядан келген адамдар барлығы солай жейді. Майонез бен пряник. Сен еще жылы кола ішсей. Жылы кола ішпейміз біз. Охуевшіміз ғой. Негізі бақып бөлісіп қойсан жақсы болатын еді. Тоже. Давай. Жо. Эмоцияны көрсетейік. С майонезін ұқпаймын вообще. Вообще, Вообще, просто бейт. Давай, на камеру. Осыны жейсінші? Қайсы? Түрін көрейік. Қарсы. Тема шындығында айтшы. Давай. Ютос сияқты что-то. Тема, қара.
жоқ енді мен майонез иә майонез ұнатпаймын. адамша айттым кішкене жеші тема аузыма біреуін тыржыш, бірақ без майонеза, пожалуйста. қайсы қалай Я терпимый. жаман емес жаман емес офигенно Мне кажется, сочетание странный сияқты. Дәмсізгіштер печенье бар деп па. сокты түсірші Мен вообще негізі майонез жек көрші жек бәрін жесаған да тогда давай кайф қой брат обал ты че қой жыл көзі қалай жоқ және естіп ғой нұрланға маған жоқ нонс қабыл есік ашып кете береді. хуйня қалай тема қарасай понял снимай улицу жасаған аяқты массондар білен істеп жатырмын аяқты бірі жүгіріп өтті шыққалы. Печенье. бля ей түкірме ояққа түкірме мында түкір мында жоқ вообще түкірмей қой жұтсай жұт ішіне қарай түкір жұт бля матрасқа емес қой заебал аренда брат Достар, дәмсізгіштер үшінші жайсын нұрлы жақсы бақшан каналында. Жарып беріп жейік. А? Жарып жейік деймін. Нұрлан, жегін тұрма? Узансын, дейсің ба? Ты что, не уважаешь меня? мынандай печенье алып Ты что, не уважаешь меня? Ты себя снимай. Ты что, не уважаешь меня? Сука. Давай. Эй, жаным сол. Нормально что жегенсің. Короче, бізде баха ұйықтай деп жатыр. пипец мен бүгін шақ сағат ұйықтадым Баха шаршады. Біз қазір әділі бәріміз жатамыз. бізді төсектен шығарып тастады Еще төсек қасында жүріп тастағанбыз ғой бағана ше. как говорится кто здоровее тот төсекте жатады Русалка сияқты. Нет, охуенно. блять қалай бұл сен мені сырттан жабу керек походу Беги жауып тастаған істі бар. кетіп қалған соң Гроб. Ал қайырлы түн. Бақытжан. Короче, достар, сағат 5:30. Ал бақыт қайт. ау Сөйлесей. короче мен енді ұйықтап тұрдым сағат 5:30 бар әлі Иә. сағат 5:30 міне 5:30 болды терезеден байқасаңдар да болады уже қанатып отыр неге бақа мынандай состояниеда неге менде бәрі нормально өйткені мен түнімен ұйықтаған жоқпын замокты қарап қоятын адам керек болды есікті сол себепті мен ұйықтаған жоқпын әділ екеуміз басында ұйықтамай оттық одан кейін әділ ұйықтап кетті сояк екеуміз бірге қарадық қой в общем нормально қазір үйге барып енді мен ұйықтайтын шығармын өйткені что-то түнімен охрана болдым ғой короче мен әділ де қарап қойды бірақ әділ содан кейін ұйықтап кетті не айтасың капец ұйқым келіп тұр кішкене өзім байқамадым қалай ұйықтап қалғанын ебать жар короче бәріміз де шаршап отырдық негізі шыны керек салқын болды түнде баха ұйықтап кетті екеуі ұйықтап кетті сосын кішкене сезбеген бар бірақ бір сояк екеуміз кәдімгі жаман сездік кәдімгі салқын болды жердің астынан кәдімгі салқын тиеді екен тастар ғой енді в общем ауырып қалмасақ болды енді осыдан кейін қазір жиналып жатырық жайлап шығамыз уже қондық ал айтпақшы иә Еее, мы это сделали это давай бірге қондық бірақ все равно қазір кішкене қорқынышты емес уже қанат қасында но все равно
кішкене көтті қысайық. Сендер ойландаршы, біз замокта қондық қой, ебать, замокта қондық қой, прикинь. Замоктаны каменде отырдық, жылынып кәдімгі. Тема ол. Реально, жаман суық бұл достар андай ачивка орындадық. Типа, замокта қону деген сияқты. Айтпаш, нема замокта қону. Короче, тема достар, тема. Видео прям ұнады маған, түскенде ұнады, қызықты болды. Қорқынышты да болды бана. Түндегі дыбыстар, сөзіп. Соң әлі сен алмай өтім шыны керек. Ал достар, осындай видео болды, сендерге ұнады деген ойдамын. Достар, сау болыңыздар.